Бүгін мен сіздерге алдағы реформадағы маңызды тақырыптардың бірі экономика және цифрлық қауіпсіздік жайлы айтып бергім келіп тұр. Мен бұны күрделі заң тілімен емес, өмірлік мысалдармен өз сөзімен айтып өтейін. Бәріміз білетіндей, экономика деген сөзді естігенде бәріміздің көз алдымызға мұнай сорғылары, егістік далалар немесе заводтар елестейді. Бірақ қазіргі заман басқа. Екатерина Сергеевна атап өткендей, қазіргі біздің басты байлығымыз ол адами капитал, яғни білім, ой және жаңа технологиялар. Өзіме мысал келтіретін болсам, мен осы жақын арада My AI Storybook атты ағылшын тілін үйрететін жаңа бағдарлама ойлап шығардым. Оны жасанды интеллектпен жасадым. Жасанды интеллект арқылы жасалған бағдарламада оқушылар өзінің кейіпкерін таңдайды, ертегінің орын алатын жерін таңдайды және де іс-әрекет таңдайды. Сол бойынша жасанды интеллект ертегі шығарып береді, қазақшаға аударып береді, тіпті дауыстап оқып береді. Құрметті Ерлан аға, бұны біз тәжірибе жүзінде көрдік. Бұндай жаңа технологияларды қолдану дәстүрлі түрде кітаппен, құрғақ сөзбен сабақ оққаннан қарағанда оқушылардың қызығушылығын арттырып және тиімдірек етіп оқытып жатыр. Яғни, бұл ненің белгісі? Жаңа технологияларды қолдану арқылы біз еліміздің білім сапасын жаңа деңгейге көтереміз. Бұл ермек емес, бұл дайын өнім, бұл дайын стартап. Цифрлық дәуір ол дамудың жаңа белесі. Осы цифрлық дәуірде жаңа технологиялар біздің өміріміздің ажырамас бір бөлігі болды. Білім саласында да, еңбек нарығында да және мемлекеттік қызметтерде де, өзіміздің күнделікті қолданысымызда да. Ол бізге бұрын соңды болмаған мүмкіншіліктерді берді ғой. Сол мүмкіншіліктердің артынан тағы да үлкен жауапкершілік алып келді. Ол қандай жауапкершілік дейтін болсақ, Үнзила Шапаққызы айтып кеткендей, ол цифрлық қауіпсіздік. Яғни, бәріміз жаңа технологияларды қолданғаннан кейін, біз қазір мессенджерлермен хат алмасамыз, неше түрлі банк приложениелерін қолданамыз. Яғни, біздің қаржы ақпарат деректеріміз қауіпсіздікте қорғалу керек деген. Жаңа конституцияда осы цифрлық қауіпсіздікті қорғау тікелей бекітіліп отыр. Мен жаңа конституция жобасын қорғаймын. Себебі бұл сапалы білімге және де ғылым және шығармашылық еркіндігіне, цифрлық қауіпсіз қоғамға деген айқын таңдау. Еліміздің болашағын бірге таңдайық.